Астана байк жобасы қысқа мерзімде тұрғындар көңілінен шығып, кеңінен пайдаланыла бастады. Елорда көшелеріндегі 200 велосипедті өткен жылы 1167 жүргінші тұрақты қолданып, діттеген жеріне жеткен. Былтырғы жылдың 5 айында 85.662 шақырым қашықтықты қала тұрғындары осы Астана байк велосипедтермен жүріп өткен екен. Былтырғы шілде мен қазан айының аралығында көрсеткіштерді біз биылғы жылы 1,5 айдың ішінде сол көрсеткіштерін асып түстік. Яғни былтырғы жыл бізде 200-400 тебулер болса, күнде қазіргі таңда бізде жұмыс күндері 700-800 рет пайдаланулар тіркеліп отыр. Яғни жұмыс күндері бізде қала тұрғындары өте ауқымды түрде пайдаланады. Осыған орай жобаның ауқымын кеңейтуге тура келді. Қаланың оң жағалауында жалпы саны 21 жаңа қосын орнатылды. Қажетті велосипедтер мен док станциялар Франциядан жеткізіліп, жобаның өз шеберханасында құрастырылады. 164 велосипед бүгін Астана көшелеріне жол тартты. Ждем еще дополнительную партию велосипедов. Қосымша тағы 650 велосипед жеткізіледі деп жоспарлап отырмыз. Өткен жылы әкелінген 200 велосипед бар. Биыл тағы 800 қосылып, велосипедтердің жалпы саны 1000-ға жетеді. Өстіп бас қаладағы станциялар саны 150-ге, олардың қамту аумағы 97 шаршы шақырымды құрамақ. Әр станцияның аралығы 250-300 метр. Кез келген пайдаланушы жобаның мобильді қосымшасына кіріп, қай станцияда қанша велосипед тұрғанын, әрі барғалы жатқан станцияда қанша бос орын барын біліп отыруына болады.